негізінен экспортқа шығаратын көптеген өнімдер Солай. İslam'da. Келген кезде осы наурызда сәуір айында басталған 3 облыс қаралды. Осы жұмысты жүзеге асыру бойынша ішінен сосын комиссияның мүшелері келді. Осында индустрия министрлігінен, сосын ұлттық экономика министрлігінен, сосын мынау Бәйтерек ұлттық басқару холдингінен келді. Солармен жақсы жұмыс атқару нәтижесінде біздің ауданды осы Сорбұлақ дейді, Соркөл дейді, осы жердің аумағынан соғу өте тиімді деп танылды. Жалпы бұл атқарылған жұмыстардың үлкен нәтижесі болды. Енді былай айтсақ, мынау қазақ соданың кальцийлендірілген соданы шығару шығу, ол біздің қазақстандық қана деңгейдегі жоба емес, бұл әлемдік деңгейдегі жоба. Біз бірінші өзіміздің мұқтаждығымызды Қазақстанға көптеп тұламыз. Одан қазір кезең-кезеңмен жобаның бәрі жүзеге асырылатын болады, бірақ ең қысқа тез соқты дегені 3 жыл жоба. 42 ай, енді 3 жылдың жобасында соғып бітіреміз деген жоспар бар. Енді бұл жерде былай қараған кезде бұл заводтардың, әлемдік деңгейдегі заводтардың ішінде ең тез соғылатын заводтардың бірі. Енді былай жоспарларымызға қараған кезде осы құрылыс монтаж жұмыстарының кезінде 2000-ға жуық азаматтар жұмысқа алынатын болады. Енді сол мамандығы жоқ азаматтарға сәйкес бұл кісілер бізге өтінім берген кезде сол 3 жылдың ішінде біз сол қандай өтінім беріп, қандай жұмысшыларға мұқтаж, сол жерде біз осының барлық мамандықтарымызды оқып, шығарып үлгеруіміз керекпіз. Ben önce herkese hoş geldiniz diyorum. En basının herkesine hoş geldiniz. Ben Sağlıkent'e 12 sene önce geldim. 12 yıl bunun kelbedim insanlar. Belki hatırlayanlar olacak, eskilerden bazı insanlar hatırlayacaklar. 12 sene önce geldim. İsterinde sürgünler başlar aranızda 12 yıl bunun kelbedim. Hakimattan değişmeyen tek hakimat 12 senedir. 12 yıl boyu tam kıradım hakimlikten. Biz bütün Kazakistan'ı doğudan batıya, kuzeyden güneye her tarafı inceledik. Biz Kazakistan'da Шығыстан, Батыстан, солтүстіктен оңтүстікке дейін бәрі жерде қарап шықтық, аңдадық. Hanımefendi sordu, burayı nasıl buldunuz diye 2,5 sene önce. Әжеміз сұрап отыр 12 жарым жыл бұрын. Қаяқтан тауып алдыңыз деп. 2 жарым жыл бұрын қаяқтан тауып алдың деп сұраған еді. Biz çok detaylı çalışmalar yapıp burayı bulduk. Biz tereң aнализ жасап осы жерде таптық. Allah da yardım etti. Allah Teala da көмектесті. Sorko'nun 500 metre yerin altında tuz var. Сорбұлақ деген жерде 500 метрдің жердің астында тұз бар еді. Burada dağlarda kireç taşı var. Тауларда известняк бар. Arazi var. Жер бар. Su var. Су бар. Artezyen var. Артезиан бар. Akgöl var. Өзün сөз түсіндікті ғой. Biz buraya yapmaya karar verdik. Biz осы жерде жұмыс жасауға шешім таптық. Шештік. Жұмыс істеу. Kazakistan bizim kardeş memleketimiz. Қазақстан біздің бауыр мемлекетіміз. Ata memleketimiz. Ата жұртымыз. Kazakistan yılda 100 milyon dolar Rusya'ya para veriyor. Soda alıyor. Қазақстан жылына 100 миллион доллар сода үшін ақша береді. Kazakistan'da Mikrofon. Kazakistan'da Жоқ, переводчик ұстап тұрсыз, переводчик. Сен көтеріп тұрсың. kireç taşı var, su var, tuz var, arazi var, insanlar var. Ama 100 milyon dolar dışarıya para gönderiyor her sene. Қазақстанда жоғарыда айтып кеткен бәрі бар. Тұз бар, су бар, жол бар, адам күші де бар. Бірақ жыл сайын 100 миллион доллар сыртқа кетіп отыр. Biz ilk geldiğimizde bir şey konuşmuştuk. Ең алғаш келгенде сөйлесіп едік. Türkiye'de
biliniyor. Burada biliyor musunuz? Nasrettin Hoca var. Türkiye'de sizler de bilen çıkarsınız. Hoca Nasır var. Hoca Nasrettin bir gün helva yemek istiyor. Hoca Nasır bir gün halva yegisi geldi. Komşuya soruyor. Körşünden sırapta. Sizde yağ var mı diyor. Sizde may var mı? Var diyor. Var mı körşüsü? Şeker var mı diyor. Kap var mı? Var mı körşüsü? Un var mı diyor. Un var mı? Var. O zaman niye helva yapmıyorsunuz diyor. Niye halva yasamazsın? Burada da her şey var Bu sürede de ama soda yok. değer var, soda yok. Biz buraya da helva yapmaya geldik. Biz bu yerge halva yasamak ettik. Ters. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Biz okutumuz var dedi. Burada 35-40 yıllık tecrübeli belli arkadaşlarımız var. Latif Bey var, Halil Bey var, Garip Bey var. Yani 30-40 yıl ne okutumuz var. Bizce aytıp ketken ağalarımızın atları var. Yani okutun kişiler, mamanlar özünün isinde. Biz toplam buraya en fazla 10 kişi getireceğiz. Bizde köp olsa 10 adam okup gelemiz. Bu arkadaşlar Kazak kardeşlerimize bu işi öğretecekler. Bu kişiler, joğarda atap ketken kişiler, Kazak bağlarımıza isti yürütüp, жұмысты yürütüp. Sonra bu Kazak arkadaşlarımız burayı çalıştıracak. Her kadar Kazak bağlarımız özleri жұмысты. Biz buraya dünyanın en iyi teknolojisini getiriyoruz. Biz bu yerge dünyanın en ozuk teknolojisini alıp gelemiz. Avrupa'dan çok iyi, Amerika'dan çok iyi, Çin'den çok iyi, Rusya'dan çok iyi. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan, Kıtay'dan da ozuk teknoloji. Bizim kendi patentlerimiz var 10 tane. Özümüzün de patentlenген teknoloji. Dünyada bunu yazın. Burada uyguluyoruz bunları. O şeyde iske asıramız bu teknoloji. O yüzden Açlığını cesaret. Bundan İyi. yapıyoruz. insanlar düşünüyor Eylül'den sonra temel bitti kimse yok. Yani sol 40 yıldan beri adamlar oynap atmışlar, biz yok ettik. Ama şu anda tüm çalışmalar devam ediyor. Bırak жұмыстарımız iske asıladır, yüzege asıladır. Bu proje çok büyük bir proje. 400 milyon dolarlık proje. Bu proje öte ülken proje, 400 milyon dolar. Milyon. Milyon. 400 milyon 400 dolar. milyon dolarlık proje. Bunun proje kısmı var. Bunun bu жұмыстың proyekt жұмысы da var. Projektirованный жұмысы da var. Bankalarla ilgili çalışmalar var. Yani bankalarla da жұмыстарımız var. İzin çalışmaları var. Ruhsat жұмыстары var. Biz de eskiden bu proje başlarken 400 bin ton üretmek için başladık. Biz en alғашында 400 мың tonna шығару үшін жұмысқа бастаймыз деген. Sonra 500 bine büyüttük. 500 мыңға шығардық бұл жобаны. Onun için de yeni projeler yapıyoruz. Сол себептен де жаңа проекттер басталады. Devletten de yeni izinler alıyoruz. Өкіметтен де рұқсат сұрап жатыр, лицензиялар алып. Onun için bu çalışmalar hepsi yürüyor ama siz bizi burada görmediniz. Yani сол себептен біз бұл жұмыстарды атқарып жатырмыз, сол үшін сіз біздерді көрмедіңіздер. İnşallah Nevruz'dan sonra veya Nevruz'dan önce de başlayabiliriz. Құдай қаласа наурыздың айының алдында бастаймыз. Artık yoldan geçerken orada çalışanları göreceksiniz. Yani жолы келіп бара бізді көретін боласыздар. Orasında çok büyük kalabalık çalışanlar olacak. Yani көптеген адамдар жұмыс істейді. Artık bu fabrika başladı, devam edecek. İnşallah hayırlısıyla sonuna erdireceğiz 3 yılda. Yani bu fabrika басталады, соңынан дейін жеткіземіз. Biz sormak istediğiniz bir şey olursa Сұрақтарыңыз болса, сұрай беріңіз. Abi, soraklar. Mынау мемлекеттік компания ма бұл енді? Değil. Türkiye'de özel kampanya. Жекеше ма? Жекеменшік. Ал енді менің сұрағым, айналайын бауырым, қандаспыз біз Түркиямен. Мынау шетелден келген көп компания бар ғой Қазақстанда, енді жөндеп түсіндіресің сен. Келгенде сұмдық болып келеді. Иә. Бәрін қырып жойып, барлығын қарқыламыз, алтынмен аттаймыз, күміспен күттейміз деп. Бірақ кейін кезде біздің қазақтардың көбісі кәдімгі ең төменгі айлық алаттағы жоғарғы айлықтың бәрін өздерінің сыртынан келгендер алады. Сосын кейін баратса заводтан күріш шығып жатыр, өздерің көріп отырсыңдар. Осы бауырым кейін кезде сондайдан нағып кетпей ме, тайқып кетпей ме, бірдей ала ма айлықтан, жақсы бола ма?
Maaş ücretler nasıl olacak? Biz Kazakistan'da şu anda bizim şirket Bozkurt'ta krom tesisleri var. Aktobe'de. Aktobe'de bizim krom çıkaradığımız жұмыс orunlarımız var. Solar koysa basıp küçese. Oradaki çalışanlar, oradaki başka şirketlerden hepsinden fazla para alıyorlar. Ол жақтағы жұмыскерлер жалақылары жоғары басқа компанияларға қарағанда ең жоғарысы. Biz şimdi burada çalışmaya başladık. Kazak arkadaşlarımız var, beraber çalışıyoruz. Бірақ біз сөзімізді ұстаймыз, жасаймыз. Bizim sözümüz sözdür. Сөзіміз сөз. Yani іске асырамыз. Жұмысшыларды көлікпен қамтамасыз ететін шығармыздар. Yani çalışаймыз. Әзір қояқты гаражалда әлі біткен жоқ. Şimdi bizim lojmanlarımız var. Бізде ол жақта қаланың орындары, жатақханалар болады. Belli kadrolar, kritik kadrolar Критический, yani керекті мамандар болады ғой. 24 saat жұмыс істейді. 24 saat çalışıyor fabrika. Gece ani durdu fabrika. Hemen koşmak lazım. Yani түнде 24 saat жұмыс істейді фабрика. Түнде тоқтап қалған кезде Исмаил аға келген қадамдарыңызға гүл бітсін дейді қазағымыз. Содан кейін мына бастап отқан игілікті істеріңізге сәттілік тілейміз. Мына аудан тұрғындарының атынан. Senin aldığın Менде бір-екі сұрағым бар еді. Былтыр Латиф аға келген кезде сұрақ қойғам. Енді сіз енді сізге де сол сұрақты қояйын. Мынау Сарысу ауданының азаматы, көптеген азаматтар жаңа аудан әкімі айтып кетті, жұмыссыз жүр. Соның қанша процентін аласыздар, қанша саны? Планда бар ма? Иә. Айтты ғой. Одан кейін жоқ, процентін айтсын, процентін. Содан кейін екінші 98. қанша? 98%. Пайыз осы, иә, жер. En fazla 10 kişi Türkiye'den geliyor. Şimdi 3 tanesi de burada zaten. Үшеу осында дейді. Бірақ ең көп болса 10 адам болады. Ал енді келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Мынау Latif Bey, Halil Bey, Galip Bey. Şu ana kadar 3 tane Türk geldi. Başka yok. иә. 6-7 kişi daha gelecek ama gerisi hep kazanmayacak. Иә, Исмаил аға, енді сонымен біздің ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына сіздер қандай басқа да үлес қоса аласыздар? Мысалы, объект соғып бересіздер ме? Басқа мұқтаж адамдарға көмектесесіздер ме? Bizim sosyal tesislerde insanlar kalacak. Onlar köyde bakın burada fabrika çalışınca bizim orada ambulanslar olacak. Yani skorlu pomos var. Sağlık olacak. Денсаулық. Burada köyde bir hasta olduğunda hemen ambulans gelip sizi götürebilir hastaneye veya orada doktor olacak. Біздің өзімізде докторымыз болады, врачымыз болады. Егер осы ауылда біреу ауырып қалса, біз көмектесеміз. Sağlık hizmet yapacağız. Жоқ, Денсаулық қызметін көрсетеміз. жоқ, қосымша, жоқ. Yangın olursa bizim orada itfaiye ekibi olacak. Burada bir yerde en ufak bir yangın oldu hemen gelecek çok yakın. Yani ауылда бір өрт болып қалған, Құдай сақтасын, өрт болып қалған кезде біздің пожарный, өрт сөндіруші машинамыз болады. Біз де келіп көмектесе аламыз. Жоқ, ол көмек қой. Burada insanlar çok fazla tarım yapmıyor. Tarım az burada. Bizim orada sıcak su olacak. Biz orada sera yapmak istiyoruz. Örnek. İnsanlara sıcak su verip orada seralarda para kazanacaklar. Yani Atık sudan ısıtma yapacağız. ыстық су шығады ғой дейді. Сол ыстық судан теплица жасаймыз. Сол теплицада жұмыспен қамтамасыз етеміз. Burada eğitime, okullara biz yardım ederiz en fazla. Yani. Okullara, eğitime insanlar okuyacak. Мектептерге көмектесеміз. Вот. Мектептерге, детсадтарға ремонт. Маман даярлаймыз. Hem üniversiteye hem meslek lisesine. Колледждер болсын, университет болсын, мамандар даярлаймыз. Daha bunun gibi çok, biz burada olduk mu, bura her tarafa çok fazla fayda olacak. Yani biz o жерде боламыз ғой, көп пайдасы тиеді. Bunu göreceksiniz. Өздеріңіз көресіздер. Пайдасы көп қой. Biz öyle söz verip gitmeyiz. Біз сөз беріп кетіп қалмаймыз. Biz buradayız. Біз осындамыз. Не, сұраңызшы, анау, мен енді дұрыс ол жағы түсініп отырмыз ғой. Бірақ енді мысалы аз қамтылған семьялар бар бізде, мүгедектер бар. Солардың лечениясына көмек бере ала ма? Інім, бері қараш, інім. Содан кейін мынау ескірген объекттер бар, мынау ремонтын жаңа ақша бөлініп жатқан өкімет. Соған көмектесе ма? Şimdi sağlıkla ilgili, binalarla ilgili, sosyal yaşlılarla ilgili biz Türkiye'de de bunları yapıyoruz.
Biz bunday iste Türkiye'de de atkaramız. Bizim şirketin Türkiye'de de okulları var. Bizim firmanın özünün okulları var Türkiye'de. Vakıf da var. O, Fakir çocuklara okutuluyor. Burs veriyorlar. Ya, stipendiye tağayında var. Bunday iste atkaramız. Rahmet. Yapılıyor. Bunları biz Türkiye'de de yapıyoruz. Ya, Karayakistan Burada da hükümet yapıyoruz. sen. Bu bizim inancımız. Biz buna inanıyoruz. Bu bizim bu senimiz. Yükteki verirdi koy. Onun için biz başkasıyla karıştırmayın. Biz başkalarına benzemeyiz. Yani başkalarına uksatmamız. Biz başkamız. Ya жақсы рахмет. Burası bizim özümüz. Bu öz toprağımız, özümüz. Мынау салынып жатқан завод бәріміздің игілігімізге шығар, қуаныштымыз, дұрыс. Енді менің сұрағым мынау заводтың айналасында, оның әсіресе шығысында, батысында орналасқан, мен Тоғызкент ауылынанмын шырағым. Шаруа қожалықтар бар сол жерде. Сол шаруа қожалықтарға қаншалықты зияндылығы бар осы заводтың. Сондықтан мынау Роза Ветров деген бар бізде. Сол заводтан шыққан жаңағы түтіні болады, басқасы болады, зияндылығы болады, сол қаншалықты зиян болады, экологыңыз бар шығар осы жерде. Сол жағын бір мәселені айта кетсеңіз. Сосын жаңағы шаруа қожалықтар отырған жерлеріне қаншалықты көмек болады? Компенсация дейді, басқа дейді, сондай мәселе бар ма сіздерде, қалай өзі? Burayla ilgili patentler yazdık. Dünyada olmayan. Bizim atıklarımız sıfır. Yani bizim осы жұмыс басталар кезде, патент алар кезде біз осының бәрін талқылағанбыз дейді. Біздің экологияға беретін зиянымыз нөл. Bizim ekoloji böyle olacak. Біздің экологиямыз осындай болады. Bizde atık, gaz sıfır, Gaz жоқ. katı sıfır, sıvı sıfır. Atıklardan kalsiyum, klorür ve tuz üreteceğiz. Yani шыққан қалдықтардың өзінен de өнімдер Başka шығарамыз. ürün üretiyoruz. Басқа өнімдерді шығарамыз. Ekolojiyle ilgili en ufak, zaten biz burada yaşayacağız. Экологияға ешқандай зиян келмейді. Көріп отырсың, осындай жерде біз өзімізде өмір сүреміз. Fabrikanın içinde biz yaşayacağız. Fabrikanın içi temizse uzak zaten temiz olur. Fabrikaның айналасы іші тап-таза болса, жан-жағы да тап-таза болады. Kesinlikle hiçbir şey olmayacak, ona güvenebilirler. Yani сеніммен қараңыз, ешқандай зиян келтірмейміз. Жаңағы айналасындағы шаруа қожалықтардың 2000 гектар, 1000 гектар, 3000 гектардан жерлері бар. Солардың жерлері қалай болады? Зиян келе ме ол жерге, келмей ме? Мал жайылады ол жерде нұқыл. Hiçbir şey olmayacak, rahat olabilirler. Ешқандай зиян болмайды. Rahat olsun. Малға болсын, адамға болсын, ешқандай зиян. Сосын біздің халықтың естуі, қазір ол заводқа енді тек сумен жұмыс істейтін завод қой. Ана Ақкөлдің қоймасынан су алады деп естідік. Ал енді жергілікті жердің астындағы судан су алына ма, құдық буровой скважина бола ма, болмай ма? Жергілікті жерде ондай зиян келе ма, келмей ма суға? Bizim Hammartaş. Известно. Bizim fabrikaya başka kimya girmiyor. Басқа химический заттар келмейді. Suyu Ақ пен тұз. Akgöl'den aldığımız suyla soğutmak için. Суды суыту үшін аламыз. Bizimki o soda olurken ısınıyor. Сода жасап жатқан кезде ауаның дәреже жоғарылайды ғой. Сол суды біз суыту үшін аламыз. Akgöl o suyu sadece soğutuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Тек қана суыту үшін аламыз. Bu fabrikanın kapısından hiçbir tehlikeli madde girmeyecek. Yani fabrikaға зиян зат кірмейді. Fabrikanın kapısından da bir tehlikeli madde çıkmayacak. Заводтан да қайтадан кері ешқандай зиян нәрсе шықпайды. Ben 40 senedir Мен 40 жыл бойы soda üretiyorum. сода шығарып жүрмін. 65 yaşındayım. 65 жастамын. Sağlığımda bir şey var mı? Baksın bir. Қараңыз, мен денсаулығымда бір нәрсе бар ма? Latif Bey de öyle. Латиф мырза да. Halil Bey de 68 yaşında. Халил Бей деген Ama осы 68 жас. maraton koşuyoruz. Мен 62-демін, менен жас көрінесіз ғой. Деңіз сол алғашқыда сіздер бірлескен компания боламыз деп едіңіздер. Совместный предприятие. Değil. Biz 10 sene önce geldiğimizde başka bir şirket bununla yapmaya çalışıyorduk. Biz 10 жыл бұрын келгенде басқа фирманың жасағысы келген Çünkü buna çok para lazım. көп ақша керек. Bende para yok. Көп Bende para. para olsa ben onu kendim yaparım.
Büyük para lazım. Başka bir firma yapıyordu. Sonra onun işleri bozuldu. Yapamadı. Sonra Yıldırım Grup geldi. Ya bu proyektке көп ақша керек болған кезде ол жаңағы сіз айтқан совместный предприятие ол істі жүзеге аспады. Onun için uzadı. Onun yoksa şimdi Сол үшін ұзап кетті. bu fabrika bitmişti. Қазір бас Yüksel Mırza. Yüksel Yıldırım. Yüksel Yıldırım aile şirketi bizim şirket. Yani семейный firma var. Ortağı yok. Kendisi yapıyor. Tek өзі ғана. Ешқандай совместный предприятие емес. Patron inandı. Bu işi Yani yapıyor. бастық сенді, бұл жұмыста өнім болады. Сол үшін келді. Bizim şirket 10 milyar dolarlık şirket. Bizim firmada 10 milyar бюджет 10 milyar. Мынау өткенде анау қыркүйекте капсуласын қойдық қой, сол кездегі көріністер көрдіңіз бе капсула? Анау отырған Ерлек Машбекұлы, мынау жаңағы кім жаңағы мынау Атымбаев Атамқұлов индустрия министрі. Маспандияр, мен Жамбыл облысы кәсіпкерлік басқармасының басшысымын. Осы сіздермен кездесуді Исмаил Бейді облыстан біз ұйымдастырып отырмыз. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, халықтың ризашылығысыз ештеңе жасалмайды. Ол бір. Екіншіден, бұл Yıldırım холдингті бүкіл әлем өздерінің аумағына әкеліп жұмыс етуін қалап жүр. Бізге мынау Исмаил Бей айтып отыр ғой, Алланың қалауы болды деп. Шынында да Алланың қалауы болғанша осы Сарысу мекенінде осындай өндіріс. Енді сіздерге айтып кететін жағдай бар. Бұл кісілер жаңа ағамыз сұрақ қойды, мынау халыққа деген қандай көмек болады деп. Бұл кісілер біздің мынау жер қойнауымыз, байлығымызды қолданып жатқаны үшін көптеген ақша облысқа құятын болады. Оның есебі де бар. Мысалға қазір Ибрахим 40 миллион доллар құйып жатса, біз сондай есебін шығарамыз. Онсыз болмайды. Жер қойнауын пайдаланғаннан кейін оның ақшасын халыққа жеткізу керек. Ол бір. Екінші, осындағы мектеп, әлеуметтік төмен азаматтарға бұл компания жәрдем беретін болады. Үшіншіден, сіздер жаңа көтердіңіздер жұмысшылар мәселесі. Біздің басқарма осы компаниялармен біз жол картасын жасаймыз. Сонда қандай мамандықпен біздің Сарысу ауданының тұрғындары оқытылатын болады? Қандай мамандықпен жұмыс істейтін болады? Оның 98, 97, 87% жұмыс істейтінін біз белгілейміз. Және де бұндай үлкен компаниялар бізге келген себебі бұл кісілердің арқасында бізде шағын орта бизнес дамиды. Осында Yıldırım холдингтің осы Сарысу ауданындағы бір азамат транспорттық компания ашады, сол жаққа адам тасу үшін. Ол бір. Екінші, осы байқадамнан осындай кәсіпкерлер пайда болады, сол жерге тамақ жеткізу. Үшінші, сол жерге ет, басқа да жеткізу біздің шаруаларға кішкене де болса септігін тигізеді. Біз егер әрқайсымыз өзіміз әр жерден кәсіп ашатын болсақ, сол кәсіптің шығарған заттары үлкен компанияларға бару керек. Сондықтан біздің президентіміз айтқандай, бізге трансұлттық компаниялар керек. Трансұлттық компаниялар, үлкен ірі компаниялар. Бізде жаңағы ағам да сұрақ қойды, біріккен кәсіпорын деп. Негізі сол біріккен кәсіпорынның ашылмағанын қаладық біз. Өйткені 100%-лық бізде Тараздағы компания ашылды, Қазақсода. Мен осы балалардың бәрін білем. Латифбейден басқасының барлығы өзіміздің Жамбылдың балалары. Міне Рамазан өзіміздің Тараздың баласы. Айдарда біздің Тараздың жігіті, мынау қазір перевод жасап жатқан жігіт, осы Байқадамның жігіті, дұрыс па? Мінекей, біз оны қадағалаймыз. Біз сондықтан жұмысты
бастап кеттік негізі, электр энергиясын тарттық. Бірақ сіздердің ризашылықтарыңыз бізге аса ауылдай қажет. Сондықтан біз қолдау көрсетіп, барлығын жасайтын боламыз. Ағам су туралы да сұрақ қойды, экологияда сұрақ қойды. Оның бәрін біз шешеміз. Мен осы Жамбылдың азаматымын, мен Жуалының тұрғынымын. Жуалда өзім өніп өскенмін. Сондықтан біз келіп, үлкен трансұлттық компаниялар келіп, бізге қоқыс тастап, болмаса атвалдар тастап, басқа да жасағанға мен шынайы өзім қарсымын. Сондықтан біз бірігіп жұмыс жасаймыз. Біздің мақсат шағын орта бизнесті осындай трансұлттық компаниялар арқылы дамыту. Бәріміз атсалысып бірігіп жұмыс істейік. Барлық сұраққа жауап жасаймыз. Қамту, балаларды жұмыспен қамту. Барлығын аудан әкімшілігіне өте рахмет. Осындай ұйымшылық бәрін жасауымыз керек. Ал енді біздің ауданның кәсібі қайда? Жер біздікі, бізден салайын деп жатыр. Сондықтан ақшаны біздің кәсіпке құймай ма, сенің қолыңа қарамай? Ол облыстық бюджет деген бәріміздің бюджетіміз алған. Ол ақша бөлініп түседі, келеді, мектеп салуға, балабақша салуға, медпункт салуға, барлығыны облыстан ақырын бәрі келеді. Ол облыста қалып кетпейтін ақша. Алдымен ақша бізге түсу керек. Сосын соның процентін саған төлеуіміз керек. Ана Жамбыл облысына... Облыстан келеді бізге. Жоқ, біз беруіміз керек. Біз талай жұмыс істегенбіз. Мына уәде беріп 2,5 жыл анау өкіметтен рұқсат алды. Ол өкіметтен қалай рұқсат алғанның бәрі бізге белгілі. Ал біз халық кең пейілді, адал жандармыз. Бірден келісім бердік, осыдан 2 жыл бұрын келген мына Исмаил екен. Сондықтан айналайындар. Мына біздің ауданымыздың басшысының тапсырмасының бәрін уақытылы орындап, талабының бәрін орындап. Ауданымызды көркейтуге үлкен үлес қосу үшін, дендерің сау болсын, дендерің сау болу үшін қызметті жақсы істеңдер, ақшаны көп табыңдар, сөйтіп ауданның бюджеттен көбірек ақша аударыңдар. Ол көбірек ақша болса, біздің халқымыздың жағдайы жақсы болады.